Сәлеметсіздер ме балалар, бүгін қаңтардың 4-ті сабақтың тақырыбы дене мүшелері, части тела. Прежде чем начать тему, давайте мы вспомним диалог. Вы должны отвечать на вопросы. Сенің атың кім? Сенің тегін фамилияң кім? Сен нешінші сыныпта оқисың? Сенің жасың нешеде? Или можно задать вопрос: сен нешедесің? Сен қайда тұрасың? Где ты живешь? Если в поселке Мирей, мен Мирей ауылында тұрамын. А если в Көлде, мен Көлді ауылында тұрамын. Сен қай көшеде тұрасың? Ты по какой улице живешь? Көше, улица. Мен Самал көшесінде тұрамын. Сен қай мектепте оқисың? Ты в какой школе учишься? Мен Макаренко мектебінде оқимын. Сыныбың нешінші қабатта? Сыныбым 2-ші қабатта. Класс мой на 2-м этаже. Нешінші партада отырасың? За какой партой сидишь? 2-ші партада отырамын. Вот так вы должны уметь отвечать на эти вопросы. Уметь задавать и отвечать на эти вопросы. По нашей теме дене мүшелері жаңа сөздер. Дене мүшелері части тела. Адам, человек. Кісі тоже перевод человек. Адамның дене мүшелері части тела человека. Қол, рука. Аяқ, нога. Көз, глаза. Мұрын, нос. Құлақ, ухо. Ауыз, рот. Тіс, зубы. На странице 6, на 6-я страница, новые слова. Есіне сақта, запомни. Менің көзім. Притяжательное окончание